Украинада кабаржылық севесі экселді. Бұны бизнес векелерінің қарарнен 36% қайдеті. Бұл Америка Тежери палатасының Украинада кабаржылық севесі бойынша кечірген соравының нетижесідір. Соравда бизнесінің 184 векелі іштірак етті. Ярысы кабаржылық елі күреш меселесінде ән бұйық елерілев оларақ мемурлар үшін электрон келері қайдының кірсетілмесіні анып кечті. 70% ise memleketinin ziyade kabarcılık organları olarak mahkemelerini kayıt etti. Cevap vericilerinin yarısı degeni ki bunu yok etmek için Ukrayna'da ilk evvela kabarcılıkka karşı mahkemeni teşkil etmeli. Ukrayna'nın Milli Kabarcılıkka Karşı Bürosunun başı Artem Sitnik de aynı fikirdedir. Питання антикорупційного суду набуло актуальності. Кабаржылыққа қаршы махкеме меселесі актуалылған буды бір илерілев. Жемиет вен бизнес бұл махкеменің мезіне мемлекет үшін зарури бір орган олғанына анлаған. Енді мұзбет бір динамика көріне. Махкемелерді мемурларға қаршы ішлер мевджуд Украинада боле бір шейда олмаған еді. Иллері атылған бұйық бір адымдыр. Украина мемлекетте топ мемурның яқаланмасы мүмкін олғанына көстіре. Ама менімде шындылек махкемелерimiz bu işlerini becerip olamay. Bunun için biz oldukça tez surette kabarcılığa karşı mahkemeni teşkil etmelimiz.